Саламатсыздар ма? Қазақ тілі, ереже, орфография және орфоэпия. Қазақ тілінде сөздердің жазылу заңдылығы мен айтылу заңдылығы бар. Орфография сөздердің дұрыс жазылу заңдылығы. Орфоэпия сөздердің дұрыс оқылу заңдылығы. Қазақ тілінде сөздер көбіне қалай жазылса солай оқылады. Кейде сөздердің жазылуы мен айтылуында өзгешелік болады. Мынадай жағдайларда сөздердің жазылуы мен айтылуында өзгешелік болады. Дыбыс үндестігі, яғни қатар келген екі дыбыстың бір-біріне әсер етуі. Еріндік дауыстылардың, яғни о, о, өзінен кейін келген езулік дауыстыларға әсер етуі. Сөздердің айтылуы мен жазылуындағы айырмашылықты төмендегі кестеден көруге болады. Мысалы, көзілдірік, көзілдірік, өлең, өлөң, жұлын, жұлын, қарала, қарала, ақ ешкі, ақ ешкі. Орфографиялық заңдылық төмендегі принциптерге негізделеді. Мысалы, фонетикалық принцип. Сөз бөлшектері қалай айтылса солай жазылады. Бұл принцип негізінен сөздегі қосымшалардың жазылуында ескеріледі. Мысалы, адамдар, ағаштар, қартқа. Дәстүрлі принцип. Қазақтың байырғы сөздері бұрын қалай жазылса, қазірде сол қалыптасқан күйінде жазылады. Мысалы, хайуанат, кейуана, миуа, қиуа, белбеу, ботагөз, амангелді, жазды күні. Морфологиялық принцип. Күрделі сөз бен сөз тіркестерінің айтылуында олардың бір сыңарының кейбір дыбысы өзгеріске ұшырауы мүмкін. Бірақ жазылуда морфологиялық принципке сай түбірлері сақталып жазылады. Шекара, шек-ара, жер-көк, жер-көк, қоян-қолтық, қоян-қолтық. Лексика. Грек сөзі қор мынадай тақырыптарды зерттейді. Жалпы қолданыстағы сөздер. Күнделікті өмірде қолданылатын сөздер бар, кел, есік, туысқан, соғыс, тағы да басқа. Қолданыс аясы шектеулі сөздер, яғни оған архаизм сөздер, историзм, неологизм, жаңа сөздер, диалект сөздер, белгілі бір аудан, аймақта қолданылатын термин сөздер, кәсіби сөздер, табу сөздер, кірме сөздер, эвфемизм және дисфемизм сөздер. Қанатты сөздерге тұрақты сөз тіркесі, идиома, мақал мәтел, афоризм, нақыл сөздер. Сөздің лексикалық мағыналары. Сөздің тура мағынасы, сөздің ауыспалы мағынасы, сөздің көп мағыналылығы, синоним, антоним, амоним сөздер жатады.